Қазақстан орталық Азия елдері ішіндегі ең бай мемлекет. Даму жағынан ТМД мемлекеттері арасында да көш бастап тұрған елдер қатарында. Бұдан бөлек әлемге биік тауларымен, шалқар көлдерімен, тылсым табиғатымен әйгілі. Қазақстан орталық Азияда орналасқан. Жер көлемі бойынша дүние жүзінде 9-шы орында. Халық саны бойынша 64-ші орында. Тұрғын саны 18.132.000. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы тәуелсіз мемлекет болып жарияланды. Шекаралық жағынан Қазақстан Ресеймен, Қытаймен, Қырғызстанмен, Өзбекстан және Түркменстанмен шектеседі. Қазақстан 14 облыстан, 87 қаладан тұрады. Ірі қалалары Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент. Қазақстанның астанасы Нұр-Сұлтан қаласы. Аумағы 797 километр. Тұрғын саны 2017 жылғы санақ бойынша миллионнан асады. Кейінгі жылдары қала қарыштап дамып, биік ғимараттар салынып, көркейіп келеді. 2017 жылы елордада халықаралық экспо көрмесі өткізілді. Қазақстанның ұлттық валютасы теңге. Кең таралған діндер ислам мен христиан діндері. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Елбасы Қазақстан мемлекетін 29 жыл басқарды. Нұрсұлтан Әбішұлының алғашқы еңбек жолы Теміртау қаласынан басталды. Ал мемлекеттің қазіргі президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Байқоңыр әлемдегі ең ірі және ең бірінші ғарыш айлағы. Байқоңырдан алғашқы ғарышкері Юрий Гагарин, тұңғыш қазақ ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаевтар ұшқан болатын. Қазақстан қазба байлықтарға бай мемлекет. Әлемде цинк және вольфрамның қоры бойынша бірінші, ал күміс қоры бойынша екінші орында. Алтын қоры бойынша үшінші орында. Әлемнің мұнай қорының 3% Қазақстанға тиесілі. Отанымыздың жер қойнауында Менделеев кестесіндегі элементтердің барлық түрі кездеседі.